Ассалаумағалейкум құрметті ғылым және ауыл арнасының көрермендері, менің есімім Нұрғиса Қыдырбайұлы. Сіздердің назарларыңызға сатылатын сүтті ешкілерді ұсынамыз. Бұл ешкілер биылғы лактация, яғни сүт беру маусымын аяқтап келеді. Кейбірін саууды тоқтаттық, енді бірі алда шамамен 2-3 аптадан кейін саууды тоқтатамыз. Себебі бұлардың барлығы қашырылған, іштерінде лақтары бар. Алла жазса қаңтар айында лақтайды. Әрқайсысы қай уақытта қашылғаны жазылған. Сатып алған адамға береміз, қай уақытта лақтайтынын айтып береміз. Біздің YouTube арнамыздың тұрақты көрермендері жақсы білет. Бұл ешкілер 2019 жылы Ресейдің Орынбор, Бузулук дейтін районынан әкелінген. Ешкілер кәрі емес, ең жасы 1 туған ешкі, ал ең кәрісі 4 туған. Бірақ көпшілігі 2-3 туған ешкілер. Ешкілер жуас, сауға үйренген, аппаратқа да сауға үйренген. Сауын аппараттың дауысынан қорықпайды, қанша ташылдап атса да, дарылдап атса да. Денсаулықтары жақсы, жылына 2 рет қан тапсырамыз, көктемде, күзде. Әр апта сайын сүттерді лабораториядан өтеді, себебі талабым өзі сондай. Әрі көбіне ешкінің сүтін балаға деп алады, сол себепті жауапкершілік бар. Қазір бұлар ешкілер қашқандықтан, іштерінде лақтары бар болғандықтан, сүті күннен күнге тартылып жатыр. Қазір 1 литрге жетпейтіндей ғана сүт береді, ал қашырылғанға дейін 2 литр сүт беріп тұрған. Бұл ешқандай да қосымша корымсыз. Бұлардан 3 литр сүт алуға болады, бірақ оған күтімін, тамағын, жағдайын жасау керек. Егер 3-4 ешкі болса, онда жағдай жасауға болатын еді. Ал ешкінің саны көбейгенде ондай жағдай жасау қиындайды. Сүті тек тамағына ғана байланысты емес, мысалға, күн қатты ысыған кезде күннің астында қалса, сүтін азайтады. Түн салқында түнде қалса да сүтін азайтады деген сияқты, далада қалса да. Егер де ешкінің саны 5-ке жетпейтін болса, олардан 3 литр сүт алуға тырысу керек. Егер ешкінің саны көбейсе, одан да далаға емін-еркін жайып, шығынсыз бағып, күніне 2 литр сүттен алсаңыз, соның өзі үлкен пайда. Сатып алған адаммен ары қарай да хабарласып, ақыл кеңестерімізді айтып бөлісіп тұрамыз. Ал енді сүттің бюджеті жайлы айталық. Бір ешкі жылына 180 күн сауылса, 180 күн дегенсіз, бұл тек өзіңізге сауатыныңыз, лағынан бөлек. Жылына 350 литр сүт. Бұрында талқылағанбыз, тағы да айтайық. Бізде тек біздің мини фермада сүттің минималды бағасы 345 теңге болып шығады. Неге екенін енді тұрақты көрермендеріміз жақсы білет. Бұрында айтқанбыз, өңдегенге кейін ешкінің сүті бағасынан азайтады. Ал сүт қалпында 1 литр 700 теңгеден сатамыз. Сонда ең кемімен есептесек, бір ешкі жылына лағынан бөлек 120 мың теңге түсіреді. Енді бұл ешкінің бағасы қанша екен деп отырған шығарсыз. Бұл ешкінің жаппай, яғни оптым бағасы 80 мыңнан деп отырмыз. 80 мың теңгеден. Неге сатып жатырмын? 2019 жылдан бері ешкі сатқан жоқпыз, ал келгелі бері. Былтыр эксперимент жасап көрдік, лақтарға қатысты. Аллаға шүкір, жақсы шықты. Бұл эксперимент туралы алдағы видеоларда айтатын боламыз. Бұйырса, биылдыққа ешкіден 30 шақты ғана ешкі алып қалып, қалған ұрғаш лақтардан қалдырамыз деп отырмыз. Экспериментті ары қарай жалғастыру керек. Бұл енді көкем екеуміздің экспериментіміз. Бұйыртса 2024 жылы күзінде аяқталады. 2025 жылдың басында бұл экспериментіміз аяқталады. Негізгі ақпараттардың бәрін айтып өттім. Номер экранда. Бағасы 80 мың теңгеден. Мекен жайымыз Қарағанды облысы, Теміртау. Тұрақты көрермендеріміз біледі. Хабарласыңыздар. Аман, сау болыңыздар. Ешкі бағыңыздар.